Сауалдарыңызға құрметті қайырлы кеш, құрметті математика сүйер сіздермен бірге Әли. Бүгінгі лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямыз векторлық алгебра, яғни біз аналитика геометрия векторлық алгебра деген бөлімді қарастырамыз. Соның тақырыбы векторлар мен сызықтық амалдар қолдану және базис бойынша жіктеу. Мақсатымыз векторлық амалдар қолданып үйрену және векторлар базисі бойынша жіктеп үйрену. Ең алдымен біз вектор ұғымымен танысамыз. Яғни біз сызықтық алгебрада біз вектормен танысқан болатынбыз. Бұл жерде дәл солай, бірақ біз аналитикалық геометрия төңірегінде қарастырамыз бұл терминді. Ал сонымен вектор дегенімізде АБ бағытталған кеңістік және геометрия вектор немесе вектор анықталады. Яғни бізде бағыты бар және модулі бар кесін деп айтып едік те сызықтық алгебра сабағында. Яғни біздің бастапқы нүктемізде сол нүктеміз бар және оның бағыты бар және оның модулі бар деген сөз. Және де екінші анықтамада былай дейді. АБ векторлар коллинияр бірдей бағытталған және ұзындықтары бірдей, яғни бізде модульдер тең, яғни өзара параллель векторлар. Және де өзара тең векторлар және де коллинияр векторлар. Мысалы Б вектор және Б векторлар өзара коллинияр, яғни оларда параллель болып табылады екен. Және де бізде нөлдік вектор деген бар, ұзындығында, және де бірлік вектор деген параллель деген коллинияр векторлар бар. Және де осы. Келесі бізде векторлар сызықтық амалдар қолдану. Бізде қандай сызықтық амалдар бар? Анықтамаға сүйенетін болсақ, нақты сандардың көбейтіндісі АБ мен А векторлардың А деп аталады. Яғни біз ұзындықты қандай да бір коэффициентке көбейтеміз, константаға. Және де бізде мынандай үшбұрыш ережесі бар. Бізде естеріңізде болса, 9-шы сыныпта осындай бір үшбұрыш ережені өткен болатынсыздар. Яғни бізде А вектор және Б вектор бар. Және де олардың қосындысы сол АБ векторы. Сол нүктесін табу үшін бізде мынау екі вектордың қосындысы. Яғни үшбұрыш ережесін үшінші вектор модулін табу үшін екі вектордың модулін қосу керек деген амалды өткен болғансыздар. Және де мына фигура көп мына фигурада да дәл солай. Фигураның қалай қосылатын векторлардың өзара былай. Және де осы бізде мына жерде қосу бар ма? Бізде аксиомалар. Бізде 7 негізгі аксиома бар: ауыстырымдылық, терімділік. Аға нөлді қоссақ А болады, А мен керісін көбейтсек нөл болады. Үлестерімдік заңы, бұнда үлестерім, мынау орын көбейту, ауыстыру заңы. Көбейтіндің орнын ауыстыру заңы. Яғни қанша көбейткенмен бәрі нәтиже тең болады. Өзара эквивалент деп айта аламыз. Келесі бізде векторлардың ойысқа проекциясы. Проекция дегеніміз біз қандай да бір векторды жазықтық арқылы соның көлеңкесін түсіру, яғни сол вектордың біздің көлеңкеміз проекция деп аталады. Проекцияда міне 3-7 суретті көріп тұрсыздар. Яғни біз мынандай векторды сыздық, альфа бұрыш жасайтын. Яғни оның проекциясы ол X өсіне көлеңке түсіретін вектор. Бізде мынандай теорема бар. А вектор АБ векторының U өсіне проекциясы А векторы мен осінің арасындағы фи бұрышының косинусын А векторының ұзындығын көбейткеннен. Яғни біздің проекциямыз вектордың модулінің косинус бұрышының көбейтіндісімен тең болады. Біз оны қалай дәлелдейміз? Яғни біздің фи бұрышымыз қандай да бір бұрыш болса, ол бізде пи бөлінген 2-ден кіші деп қарастырайық. Сонда бізде проекциямыз косинус фи болады. Яғни бізде фи бұрышы кіші болып тұрған соң біз оны көбейтіп алады екенбіз. Егер бізде пи бөлінген 2 мен пидің арасында болса, онда бізде проекция кіші болады. Яғни косинуста пи мен 90 мен 180 арасында минус болады, оны білесіздер. Проекцияның кейбір қасиеттері. Дербес жағдайда бізде егер А векторымыз нөлге тең болса, ол егер U өсіне перпендикуляр болса, онда бізде тұжырым мына формуладан шығады. 3-те-1 формула. 3-те-1 формула.
мына формула осы формуладан шығады екен. Екінші қасиет бізде проекция. Егер вектордың проекция бар, үш векторды қосатын болса, оның проекциясы жеке-жеке қосқанмен тең болады. Қалай дәлелдейміз? Оны д және а векторының бір қандай да қосындысы бір д векторын беретін болатын болса, онда бізде проекцияның д векторының проекциясы оның әрқайсысының қосындысына тең. Жерде үшінші қасиет, біз проекцияның қандай да бір лямбда дейтін бүтін сан болсын, ол бөлшек сан болсын көбейтетін болсақ, біз лямбданың алдына шығамыз да сол вектордың проекциясын көбейтетін екенбіз. Қалай дәлелдейміз? Егер бізде лямбда саны 10 болатын болса, онда бізде проекциямыз лямбда вектор проекциясы сол вектордың косинус бұрышына тең. Яғни біз лямбданы константа ретінде болған соң, біз бірінші орынға шығарып қоямыз алдыға. Яғни сол қалада сонда бізде проекция а векторы болады. Так, бұл жерде дәлелдеулер проекцияға байланысты. Енді бізде келесі векторларды координата бойынша байыстық жіктеу. Яғни біз байыс дейміз, жаңа бізде сызықтық алгебрада естеріңізде болса, байыс дегеніміз сызықтық нені қалыптастыратын векторлардың комбинациясы деп. Яғни бізде мынандай үш ось берілген, x, y, z тікбұрышты координаталық жүйесін қарастырайық. Сонда бізде x, y, z дегеніміз бір бірлік векторлар болсын, ол бізде i, j, k дейтін бірлік векторларды аламыз. Яғни біз осындай векторларды координата жазықтығынан белгілейміз. Және де сол координата бойынша бізде r дейтін кез келген векторды алайық. Және ол бас нүктесіне көшіреміз. Яғни біз мына суретте көріп тұрсыздар, r дейтін бізде радиус вектор берілсін. Бізде егер радиус векторы m нүктесіне радиус векторы, бізде o, x, y координата жазықтан параллель жазықта өткізіп, олардың координаталық осі қиылыс нүктелерін m1, m2, 3, m3 нүктелер біз параллель жазықтықта мына векторларға параллель жазықтық жүргіземіз. Ал енді нәтижесінде бізде параллелепипед шығады. Ал OM вектор параллелепипедтің диагоналдарының бірі болады. Бізде радиус вектор. Сонда бірінші радиус вектор проекция бары OM1 мынау болады, OM2 мынау және OM3 радиус векторы мынау. Былайша айтқанда проекция жүргіземіз. Енді сол проекциялардың қосындысы бізде мынау радиус вектор беретін. Мынаны так, мынау қайта еспес. Мынау мен мынау. Сонау қосындысы бізде радиус вектор береді. Сол радиус вектор OM1, OM2, OM1-дің I векторы, проекция мен I векторы, OM2 проекция Ж вектор және К вектор, ондықтан біз соңғы теңдікті былай жазамыз. X, Y, Z дейтін жаңа проекция бар. И, Ж дейтін бірлік вектор бар. Сол бізде радиус векторын беріп тұр. Так, жерде модульдар радиусын қалай табамыз? X, Y, Z квадрат, модульдардың квадраттары, оны да білесіздер. Так, косинус бұрышын қалай табамыз? Мынау жалпы модулі r квадраттан бөлеміз x, y, z. Жерде r түрәсін. Оны да жақсы білеміз. Және косинус квадраттың қосындысы бірге тең. Жерде теңдікті былай қоятын болсақ, ол бірді береді екен. Енді бізде проекциямен берілген векторларға амалдар қолдану. Енді бізде жаңа вектор берілген, бізде жаңа осы бізде теорема бар, проекциямен берілген АБ векторы үшін осындай амал орындалады екен. Қалай дәлелдейміз? Яғни біз А векторына мынаны Б векторына бәрін қосып, ортақ қосылғыштарды бірге жиыстырып қоямыз. Сонда бізде АБ, АХ, БХ, АЙ, БY, АБК. Жеті өзінің бірлік векторы бар. Бізде лямбда А дейтін бар, бізде лямбда саны көбейтеміз, осы АЖК, АЖК деп. Сонда бізде осындай теңдік шыға келеді екен. Яғни біз теңдікті дәлелдеп шықтық. Так. Бізде коллинарлық белгі деген бар, яғни ол векторлардың
өзара параллель болу шарты. Бізде қажеттілігі b a вектор болса b лямбда альфа болады. Егер bx'imiz лямбда x осыдан бір лямбда дейтін санға теңестіреміз. Содан біз b вектор bx bg bz дейтін векторларды шығаратынбыз. Так, келесі нүкте мен векторлардың координаты бар. Бізде ox, y тікбұрышты декарт координата жүйе белгісін. Сонда біз m нүктесі үшін жаңағы параллелепипед қарастырамыз. Параллелепипедті қарастырамыз. Сонда бізде ойым жаңа радиус векторы. Сонда бізде m дейтін қандай бір нүкте, сол соңғы нүктесі m, x, y, z деген нүктелі координаталар берілген. Яғни бізде r дейтін x, y, z-ға тиесілі болатын болса, онда бізде векторлардың қосындысы, вектор. Сонда бізде модулі x, y, z квадрат болады. Кез келген біз a нүктесі, b нүктесі үшін осылай ескеретін болса, бізде a дейтін, об мен оа. Яғни бізде об және оа. Сонда бізде а-ны беріп тұр. Сонда біз осылай жазатын болса, x, y, z үшін міне. Сонда бізде x, y, z, мынау бізде координата бар. Мынау бізде бірлік векторы. Сонда бізде координата шығады жалпы. Осы АБ вектор үшін. Және модулі x, y квадрат, y бір, z-дің айырмасының квадраттарының қосындысының түбірін алады. Жалпы бұл теория. Енді бізге практикалық есеп көшейік. Бізде А және Б векторы берілген. А модулі 6, Б-ның модулі А-ның Ю осіне жасайтын бұрыш 60 градус, Б-нікі 20 градус, А қосылған Б қосылғанысы ондағы бізде цетін 5А. Яғни біздің 5 аға векторы осының проекциясын табуға қажет. Векторлардың енді біз проекциясын қалай табамыз? Жаңағы мына формуланы қоямыз. Проекция. А векторының модулі бізде 6, косинус 60 градус бізде 2-ден 1, сонда 3 болады. Бұл үшін де минус 2 болады. Енді үшінші қасиет бойынша бізде проекция 5А көбейтілген А екен. Сонда біз 5-ті жақшаны 5-ті біз сыртына шығарамыз, өйткені константа бізде проекция А вектор. Проекция А вектор бізде 3 кеткен, сонда 15 болады. Енді проекция А бізде с-ға тең. Екінші қасиет бойынша бізде А батса, енді бізде ол тең болады, әр қайсысын қосынайық. Сонда тең болады 3 қосылған минус 2 қосылған 15 тең болады 16. 16 шығады проекциясы. Енді екінші практикалық есеп бізде міне А вектор берген, комбинациясы жаңа координата бойынша. Енді А қосылған Б, А минус Б, 2А плюс Б, 3А қосылған 2Б қосылған векторын табуға қажет. Жағдайда бізде x1 2, y1 минус 3 осылай шығараткенбіз. Ол x, y, z үшін координата бар. Енді формулалар бойынша шығараткенбіз. А плюс Б болатын болса, 2 қосылған 1, 3 қосылған 1 деп қосып шығарамыз. Сонда 3 минус 2 минус 1. А минус 1-де азайтамыз. 2А кезде мына жерінде А-ны 2-ге бөлеміз, жаңағы лямбданың заңы бойынша. Және Б-ға қосып шығамыз. Сонда бізде 5А минус 5Ж. Енді 3А қосқан 2Б, 2 жағын 1-ін 3-ге өйтеміз, 1-ін 2-ге өйтіп, өзара қосамыз. Көбейтіп, қосып шығады екенбіз. Сонда ақырғы жауабымыз 8А минус 7Ж минус К. Ал қорытындыға келетін болса, біз бүгін векторға амалдар қолданып үйрендік, және векторға базис бойынша жіктеуді үйрендік. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Егер видеоны асты лайк басып анда тіркеліп едіңіздер. Енді келесі сабағымыз сызықтық алгебра болады, және сызықтық алгебраның өткен бөлімі ортогональ болады. Ал назарларыңызға рахмет, құрметті математика сүйер қауым. Сау саламатта болыңыздар.